1713 жыл 1 Петр патшаның жарлығымен Ертіс пен Шығыс Түркістандағы Яркенттің арасына бекіністер желісін салу ісі қолға алынады. Стратегиялық идея сол кездегі Сібір губернаторы Матвей Гагарин аузынан шыққан. Атаулы жоспар негізінде Семипалатная бекінісі де бой көтереді. Семей сол 18 ғасырдың өзінде Қазақ сахарасының шығысындағы аса әрі сауда-экономикалық және мәдени орталыққа айналып үлгерген. Қытай мен Монғолияға, Тибет пен Қашқарға баратын 9 жолдың торабында тұр еді. Барнаулдан тартылған Алтай темір жолының бір тармағы Семейге 1915 жылы келді. Мың 1897 жылғы санақта Семейдегі 26246 тұрғынның 14119-ы мұсылман деп көрсетіліпті. 1910 жылы қалалық қазақтардың саны 7652-ге жеткен. Семей 20 ғасыр басынан қазақ зиялыларының тірек ордасы болды. Осындағы алғаш табан тіреген жеріміз Абай әдеби мемориалдық мұражай кешені. Ибрахим Құнанбай баласы 1855-59 жылдары білім алған Ахмет Риза медресесі осында тұр. Құнанбай 3 жыл 3 ай оқыған Абайды шұғыл ауылға қайтарады. Шынар Мұрат қызы Абай мұражайында 20 жылдан бері еңбек етіп келеді. Мұражай директорының ғылыми істер жөніндегі орынбасары. Құнанбай не себептен Абайды медреседен шығарып алды? Себебі өзі араласып жүрген билік жұмысына өз балаларын дайындау керек болды. Құнанбай өзге балаларының ішінде Абайды таңдап, Абайға үлкен үміт артқан. Сондықтан Абайды осы ел билеу ісіне, ру аралық дау мәселелеріне осы Абайды жас кезден бастап дайындау мақсаты болды. Бала Абайдың ұстаздың алдын көру бір болғаны емес. Русская церковно-приходская школа дейді. Осы орыс мектебінде Абай Семей қаласында медреседе оқып жүрген жылдары өз ынтасымен осы орыс мектебіне де барып орысша сауатын ашқан. Сөз орайымен Семейдің сол заманғы оқу ағарту саласы туралы айта кетсек, 20 ғасыр басында қалада 16 оқу орны болған. 7 медресе, ерлер мен әйелдер прогимназиясы, 2 төменгі сатылы училище, 1 бастауыш, 3 шіркеу приход, 1 ауыл шаруашылық мектебінде 1570 шәкірт тәлім алған. Ахмет Риза солардың бірегейі еді. 1993 жылдан бастап осы Абай мұражайы және де жергілікті осы мәдениет бөлімі әкімшілікке қолқа салды. Бұл Абай есімен тығыз байланысты ескерткіш болғандықтан, мынау Красноармейская 108 деген жерде орналасқан Ахмет Риза мешіт медресесін Абай музейінің алаңына көшіру туралы. Ахмет Риза медресесі ұлы Абайдың 150 жылдық мерейтойы қарсаңында 1995 жылы ақын атындағы мұражай ауласына көшіріледі. Семейдегі көне үкіметтік мекемелердің бірі өлкетану мұражайы. 1883 жылы жер ауып келген славян зиялыларының өтінішімен құрылған. Өтініш негізінде генерал-губернатор Песцов сол кездегі стат комитет үйінің 2 бөлмесінде облыстық музей мен көпшілік кітапхана ашуға бұйрық береді. Мұражайға сол 1883 жылдың өзінде облыстық деген статус берудің мәні бар. 1854 жылы 1 қазанда ресми түрде Семей облысы ашылған болатын. Мұражайға жәдігер жинау ісіне Абай Құнанбай баласы да қолғабыс етіпті. Мың 1885 жылы Айдаудағы дәрігер Долгополов Абай ауылына демала барған. Сол жолы Ақнодан Семей облыстық өлкетану мұражайына деп 60-қа тарта жәдігер беріп жібереді. 1940 жылы солардың 17-сі Абай мұражайына қайтарылған. Сондағы шоқпар, айбалта, күміс кісе, ағаш торсық, тегене, ожау, тостаған, піспек, ет табақ, керме, кестелі сүлгісінді бұйымдар әлі сақтаулы. Осындағы құнды құжаттарға байланысты бірер сөз. 1902 жылы Орыс географиялық қоғамы Батыс Сібір бөлімінің Семей бөлімшесі ашылады. 70 адам мүшелікке қабылданады.
арасында Шәкәрім, Райымжан Мәрсековтер бастатқан қазақ зиялылар да бар еді. Бөлімше мүшелері ара-тұра бас қосып, өз тындырған жұмыстары, көрген білгендер туралы баяндама жасап тұратын. Баяндамалары кітап болып, қатталып тұрған. Тігінділері осында тұр. Сондай-ақ, облыстық статистика комитетінің бейресми басылымы памятный книжки деп толтырылып отырған. Мұндағы әр жәдігер, әр құжат өзінше құнды. Бекен Нұғыманұлы, тарихшы, Семейдегі облыстық тарихи өлкетану мұражайының директоры. Әлихан Бөкейханов Омбы қаласында жүріп, осында бір ашық хат жолдайды музейге. Абай атамыздың қайтыс болғанына байланысты қаралы ақпарат некрологтың оттиски баспа бетін сұрайды. Сол дайын ба деп сұрақ қойыпты. Омбы қаласынан жіберіп отыр. Омбы қаласынан 18 наурыз күні 1907 жылы сұрақ қояды. Бұл жақта ол шаруамен айналысқан сияқты жауап береді мынандай. Семплатскому отделению Русского географического общества следует с вас получить за напечатание брошюр о казахском поэте Абая Кунанбаева некролог жақшының ішінде. Количество 164 бет, 6-шы қағаз, управляющий типографией қолын қойыпты, фамилиясы танылмайды. 9 рублей получил управляющий деп қолын қойған. Құнды құжаттар ғой. Бұл іске де біздің алаш ардагерлерінің қатты белсене араласқандығы, үнемі ықтият білдіріп отырғандығы жаңағы сұрақ қағазынан байқалады. Семей қазақтың да, қалған елдің де талай жайсаңының табаны тиген жер. Табалдырғын аттай қалсаң тарихы сайрап қоя беретін 19 ғасырлық қарағай үйлер қаланың әр кварталында бар. Жақсылардан қалған көп белгі. Он 18-19 ғасырларда Семей өңірі Ресейдің империялық саясатына қарсы шыққан демократ-гуманистерді жер аударатын аймақтар қатарында болған. Әйгілі Долгополов, Михайлов, Гросс, Лобановскийлердің тағдыр жазып Семей топырағының басуы осының дәлелі. Солардың бірегейі ұлы жазушы Достоевский Семейдегі 2 жылын осы үйде өткізген. Каторгадан босаған Достоевский 1854 жылы Семей өңіріндегі Новокузнецк қалашығына келеді. Осында қатардағы солдат шенімен қызмет етуге бұйырылған. Тиісінше атты 5 жылын қазақ жерінде өткізеді. Бұл кез жазушының өз сөзімен айтқанда қараңғы қапастан жарық өмірге қайта оралған шақ еді. Достоевский 1857 жылы семейлік шенеунік Александр Исаевтың жесірі Мария Дмитриевнамен некелеседі Новокузнецк қаласында. Содан кейін Семей келіп осы үйде тұрған. Сол жылдары күміс ақшамен Федор Михайлович 16 сом айлық алып тұрған. Осы 4 бөлмені сол ақшаның жартысына майлап тұрдым деп жазады өзінің хаттарында. Хат демекші, Достоевский ұлы қазақ Шоқан Уәлихановпен де осы үйде тұрып хат алысқан. Әлгі, менің сүйікті Уәлихановым, сіздің тағдырыңыз туралы мен қиялы болжамдарым мен ойларыма күлмеңіз деп жазатынын білесіздер. Осы үйде Семенов Тяньшанский, Врангелемдер жазушының алғашқы махаббаты Мария Исаеваның қолынан талай дәм татқан. 1975 жылы Достоевский үйінің жанынан жазушының әдеби мемориалдық мұражайы ашылады. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Жазушы Федор Михайлович Достоевскийдің әдеби мемориалдық мұражайына қош келдіңіздер. Рахмет. Мұражай Достоевскийдің Петербургі, өлі үй, жазушы кабинеті, шығармашылығы сынды композициялардан тұрады.
өмірдің әр кезеңінде жазушымен дос болған, жанынан табылған адамдар туралы да қамтылған. 1859 жылы Семейде Шоқан мен Достоевский қатар отырып түскен жалғыз фотографиялы стенді айнала соқтай бердік. Шоқан мен Достоевский қай жылдары, қай жерде кездесті? Алғаш рет Шоқан мен Достоевский 1854 жылы Омбы қаласындағы Ивановтар отбасында танысқан еді. Айжан Аманжол, мұражайдың ғылыми қызметкері. Ол кезде Шоқан Омбы кадет корпусын аяқтаған кезі, ал Достоевский керісінше Омбы тұтқыннан шыққан кезі болған. Және де Шоқан мен Достоевскийдің достығы өмір бойы және де Шоқанның өмірінің аяғына дейін сақталған. Екеуінің достығы бір-біріне әсер етті ме? Шоқан мен Достоевскийдің бір-біріне тигізген әсері өте үлкен болатын. Жалпы Семей қаласында отырып, Достоевский осы Шоқанның таныстығының арқасында Құранды оқи бастайды Семейде. Және де өзінің жас өспірім дейтін романдағы Версилов дейтін бас кейіпкер осы Шоқанның прототипі, прообразы ретінде Достоевский алады. Түсінікті. Ана Достоевскийдің шығармаларында Семей қаласы туралы белгілер бар ма? Әрине, жалпы Достоевскийдің шығармашылығында Семей қаласының кезеңі өте үлкен орын алады. Өйткені жалпы Омбы абақтысынан шыққан кезі именно Семейде әдебиетке оралу мүмкіншілігі осы Семейде пайда болды. Семейде отырып Достоевский өзінің әйгілі 2 повесін жазады. Ол Степанчикова ауылы және оның тұрғындары және Ағайдың түсі. Степанчикова ауылы деп сөзінің өзі степ түбірінен алыптыр. Яғни осы Степанчикова ауылының прототипі ретінде Достоевский Семей қаласын алып суреттейді ол кезде. Семей туралы тағы бірдеңелер жазғың келіп еді. Өте бір күлкілі жағдайлар бар. Егер дұрыстап жазсам, соның 10-нан бірінде қағазға түсіре алмас едім. Достоевский. Жоғарда аталған шығармалардан бөлек Достоевскийдің атақты «Өлі үйдегі жазбалар» атты шығармасының алғашқы тарауларда Семейде қағазға түскен. Достоевскийдікінен шығып, Әнияр Молдабаевтың үйін бете алдық. Кеңес үкіметі орнаған соң Татар Слободкасындағы бір көшеге Қызыл әскер деген ат берілген болатын. Содан соң 40-шы жылдары Комиссарская болып өзгертіледі. Қазіргі атауы Бөгенбай. Осы өзіміз тұрған көше. Бөгенбай көшесіндегі 132-ші мына тұрған. Сонау Абай заманынан бергі Алаш қайраткерлерінің құтты шаңырақ еді. Әлгінде айтқан Әнияр Молдабаевтың үйі осы, алдымен үй иесі туралы. Әнияр Молдабаев Абайдың аталас туысы, Семейде интернатта орыс оқыған. Содан соң Әндіжаннан білім алып кеп, Семейде 30 жыл банк қызметкері болған. 1917 жылы өздеріңіз білесіздер, Орынборда жалпы қазақ съезінде Алаш партиясы құрылады ғой. Сол қаулы негізінде әр облыстарда Алаш партиясы құрылған. Міне 17 жылы Семейде де Алаш партиясы құрылғанда, осы облыстық Алаш партиясының мүшесінің бірі осы Әнияр болған. Сол Әнияр 1895 жылы жазда Абайға сәлем бере барады. Хал сұрасқанда, оқуын бітіріп кеп үйленгенін, Семейде баспанасыз қиналып жүргенін айтады. Сонда Абай ағасы қаражат шығартып, осы үйді алып берген екен. Енді бұл үйді нақты қай жылы салынғаны белгісіз. Ал енді Әниярдың атына шығарылған жылы 1898 жыл. Бұл үйді Әнияр Москвин деген орыстың көпестіктерінен сатып алған. Анар Ұлықбек қызы, Абай әдеби мемориалдық мұражайының аға ғылыми қызметкері, шәкәрім танушы. Біздің облыстық архивтен табылған деректердің ішінде Өзіфке қатысты өзінің қолымен жазған анкета бар. Сол анкетада өзінің жәнегі аты жөнін, руын, білімін бәрін көрсете келеді, осы Семейде тұрған мекен жай ретінде осы үйдің адресін береді. Арыда
Абайдың қалаға келгенде түсетін бір үй осы болғанын айттық. Беріде алашордашылар Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов, Жүсіпбек Аймауытовтарға мекенжай болғаны Гүлнар Дулатованың естелігінде жазылған. Орынборда Қызылордаға тастап шыққан алашордашылар 1918 жылы Семейге, Ертістің сол жағалауына келіп түседі. Сол жағалау кезінде алаш өкіметі орналасқанға дейін бұл жақ Заречная Слободка деп аталған болатын. Осы алаш өкіметінің келуіне байланысты ол Алаш қаласы деп аталады. Енді жалпы Семейге көшіп келуді ұсынған сол алашорда өкіметінің министрінің бірі, соғыс министрі болған ол Жақып Ақбаев болатын. Сөз ораймен алашордашылардың Алаш қаламен байланысты көбісінің екеуін ғана айтсақ. Енді өкімет болғандықтан ең бірінші әскер құру керек. Сондықтан да осы Семейде ұлттық милиция құрылады. Мына Шәкәрімнің, сонан кейін Міржақып Дулатовтың Тұңғыш құрбан деген шығармалары бар. Соның барлығының жазылу шығармасы осы Семейдегі ұлттық милиция құрып жатқан кездегі жәнегі бір қақтығыс кезінде қаза болған сол алғашқы Алаштың аттас әскерлерінің бірі, осы Семейдегі мұғалімдер семинариясының студенті жас Қазы деген жігіттің қайтыс болуына байланысты. 1918 жылы құрылған 500 адамдық қазақ атты әскері 6 маусым күні Семей қауымының алдына шықты. Жасақ қаруланған және әскери іске үйретілген болатын. Олардың жеке формасы жағасы былғармен қапталған ұлттық камзолды елестететін. Жасаққа қазақ газетінің титулындағы секілді ортасында киіз үй бейнеленген ақ ту тапсырылды. Алаш қайраткерлерінің Семеймен байланысты екінші ерлігі 21 жылғы аштық кезеңде жасалды. Ол туралы Міржақып Дулатов. Аш-жалаңаш қазақ-қырғыз бауырларға жұрттан жеткілікті жылу жинап, рулы елімізді аман сақтап қалу мақсатымен Семей облысының Алаш қаласында Қазақ комитеті һәм жастардың жанар ұйымы басшылық етіп, қауым жасады деп жазады. Сол жолы олар аштарға көмек комитетін жасақтап, 7000 сом қаражат тапқан. 15000 ірі қара жиып Торғай, Ырғыз, Қостанай уездеріндегі Орал губерниясының біраз бөлігіндегі ашыққан елге таратып берген. Әскери бекініс ретінде іргесі қаланған Семей, онан сонда сол стратегиясынан жаңылмады. Алаштың алғашқы ұлттық милициясы осы қалада жасақталған. Кеңес үкіметі тұсында Семейде әскерилер қаласы ретінде білетін. Қазір қазақ армиясының шығыс қолы осынан басқарылады. Семей сапары осы арадан тәмам. Семейден шыға тура оңтүстікті бетке алдық. Көздеген жеріміз Абай елі. Абай елінің хатқа түскен тарихы солтүстікте Күшікбай асуынан басталса керек. Одан соң Бөріліні көресіз. Жидебайдың жолында Семейден 85 шақырым жердегі Бөрілі арнайы бұрылатын бір жер. Мұхтар Әуезовтің туған жері. Мұңлы қоңыр туған анасы Бөрілде жазушы 1897 жылы 28 сентябрьде дүниеге келіпті. Жазушының арғы тегі Мұхаммед пайғамбардың қызы Бибәтимәден тарайды. Бердіқожа бастатқан бабалары Шыңғыстау жеріне мұсылман дінін әкелген. Ал атасы Әуездің тап осы Бөріліні қоныстануы 1870 жылдар шамасы. 70 жылдары Абай осы Бөрілге арнап, Бөрілде екінші жары Әйгерім барына қора салады. Шақжан Бекенұлы 1995 жылдан Бөрілдегі Мұхтар Әуезов мұражайының жетекші қызметкері, шежіреші. Сол Әуез Жидебайға барып, Абай қарағым жиенжан, мен саған ілгерінде өтін тілеумен келдім. Маған да мынау қалаға жақын жердің жері бер. Мен де мынау ұрпақтарымды орыс мәдениетіне қаладан оқытым келеді деп осы Бөрілін сұрайды. Сонда Абай өз Әуез қанды өте қатты сыйлаған атаны, Әукаға деп, ой Әукаға, оны дегеніңіз деп осы Бөрілін қоныс босатып, өзі арнайы Әйгерімге екінші қораны осы Бөрілі күншігіс жаққа қарай 5 шақырым жер Аралтөбеден қайтадан қыстау салады.
Мұхтар Омарханұлының алғашқы ұстазы атасы әуес. Араб, парсы, шағатай тілдеріне жүйрік, білімдір адам болған. Содан соң жастайынан қанығып өскен Абай елінің алтын тарихы заңғар жазушының мәңгілік шығармаларына тірек болды. бір мың тоғыз жүз он жетінші жылы 7 маусымда осы қазақ сарыарқасы мына ойғұт деген жерде Абай ауылында Мұхтардың ең күйік пьесасы қойылады. Сонымен қатар Мұхтардың қыр әңгімелерінің бірі Қорған үстінде әңгімесі. Жаңағы айтып отырған бөрілі қасқырмен байланысты жер болғандықтан көксір әңгімесі. Міне сол әңгімелерде осы жердегі жер атаулар бәрі суреттеледі. Ал әлем Абай елін ғұлама Ибрахимді атақты Абай жолы роман эпопеясы арқылы таныған. Елу 57 жылы сентябрьдің соңғы күндері Мұхтар Әуезов туған жеріне арнайы сапарлай келеді. Армансыз аралайды. Сол сапары туралы Мұқан шексіз қуаныштан көңілі босап, көзіне жас алып сөйледі. Бұл Мұқан марқұмның туған өскен жеріндегі ақырғы сөзі деп жазады атақты ғалым Қайым Мұхамедханов. Жазушының әкесі Омархан мен шешесі Нұржамалға осы бөрілден топырақ бұйырыпты. Мұхтардай кемеңгер ұлды дүниеге келген ата-ананың ақ күмбезі дөң басында меймандалап тұрды. Біз Жидебайды бетке алдық.